Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәрсенің екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін сызу. Балалар, нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу жолдарында біз түсіндіру үшін ең алдымен ол сызу пәнінің есептерінің бірі болып табылады. Берілген осы екі көрініс бойынша үшінші көріністі тұрғызу үшін біз нәрсенің кеңістіктегі пішінін біз ең алдымен көз алдымызға елестетіп алуымыз қажет. Басқаша айтқанда, сызбаны біз оқи алуымыз қажет. Балалар, сендер білесіңдер ме, сызбаны оқудағы негізгі екі әдіс бар. Оның бірі талдау әдісі болса, екіншісі толықтыру әдісі. Бұл әдістердің екеуінде де біз балалар геометриялық қарапайым денелердің проекцияларының қалай кескінделетінін біле аламыз. Ең бірінші біз балалар талдау әдісіне тоқталып өтейік. Талдау әдісі дегеніміз не жалпы? Талдау әдісі дегеніміз ол әдісті қолданғанда біз балалар берілген күрделі нәрсені өзімізге белгілі бір қарапайым геометриялық денелерге жатқыза аламыз. Призма, үшбұрышты призма және де параллелепипед, конус, цилиндр, шарды біз осы талдау әдісіне жатқызамыз. Екінші әдісіміз біздің балалар толықтыру әдісі. Міне мына суретте көрсетілгендей бір-бірін толықтыру арқылы оны толықтыру әдісі деп атаймыз. Толықтыру әдісі ол алдыңғы және сол жақ көріністері кескінделген дененің үстіңгі көрінісін салуымыз қажет. Берілген сызбаны оқып, заттың геометриялық пішіндерін біз өзіміз арқылы толықтырып, оны толықтыру әдісі деп атаймыз. Міне суретте көрсетілгендей бір-бірін толықтыру қажет. Сонымен балалар, осы нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші көрінісін табуда біз балалар ода затты ең алдымен біз көз алдымызға елестетуіміз керек. Кеңістіктегі пішінді біз көз алдымызға елестетіп алуымыз қажет. Не болмаса басқаша айтқанда оны сызбаны оқи білуіміз қажет. Балалар, мен сендерге бүгінгі нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу жолдарын түсіндіріп өттім. Мен сендерге үйге тапсырма, қосымша ізденіс арқылы оқып келулеріңді сұраймын.